Депрессия жайлы жалпы түсінік. Сәлем достар, менің арнама жазыла кетіңіздер. Депрессия жабырқаңқы көңіл-күй, қуана алмау, ойлаудың бұзылуы, қозғалыстың тежелуі сияқты үш негізгі белгімен сипатталатын психикалық бұзылыс. Дегенмен депрессия емделетін ауру болып табылады. Бұл өте қауіпті ауру. Депрессиядан болатын өлім көрсеткіші органикалық аурулардан дамитын өлім көрсеткішінен кем емес. Ауру ұзақтығы 6-8 ай. Кең таралған пікірге қарамастан, депрессия жаңа ауру емес. Ежелгі грек папирустарында бұл ауру туралы айтылып кеткен. Депрессияның толық сипаттамасын және емдеудің тиімді әдістерін Гиппократ өз еңбектерінде жазып кеткен. Депрессияға жиі әйелдер мен қарт адамдар шалдығады. Бірақ 10-16 жастағы балалардың 5% және жасөспірімдердің 15-40% депрессиялық жағдайға бейім болып келеді. Психиатрияда депрессия термині астарында тек эмоционалдық фонның ғана емес, биохимиялық үрдістердің, эндокриндік жүйенің, адамның биологиялық ритмінің бұзылыстары жатыр. Сонымен қатар, көңіл-күйдің айқын бұзылысы жоқ депрессия нұсқасы болуы мүмкін. Яғни депрессия депрессиясыз деп те аталады. Психиатрлар депрессияның келесі түрлерін ажыратады. Кіші, тез дамитын және тітіркендіргіштерге жоғары реакциямен жауап беретін депрессия түрлері. Диагностикасы. Депрессивті жағдайды анықтаудың негізгі әдісі сауалнама және тесттер. Дәлелденген диагностикалық құндылыққа ие үлкен депрессия сауалнамасы бар. Бұл жағдайда аспаптық және зертханалық талдаулар тек депрессияны шақыруы мүмкін, ауруларды анықтауға қажет. Көп жағдайда науқастар депрессия белгілерін жасыруы мүмкін. Себебі психиатрларға жолдамадан психиатриялық диспансерге есепке алынудан қатты қорқады. Антидепрессанттарды жанама әсерлеріне қатысты қауіптенгеннен қабылдағысы келмейді. Осыған орай өздерін одан әрі қауіп-қатерге душар етеді. Клиникалық белгілері: күні бойы жабырқаңқы көңіл-күй, қуану қабілетінен және ләззат алудан айырылу, тез шаршағыштық, ұзақ уақыт бойы күш-қуаттың азаюы, зер салу мен көңіл аударудың азаюы, есте сақтаудың қабілетінің төмендеуі, өзін-өзі бағалаудың төмендеуі, өз-өзіне сенімсіздік, өзін кінәлі сезіну, өзін пайдасыз көру, қорқыныш сезімі, өз болашағын жабырқаңқы елестету, ұйқысыздық немесе ұйқышылдық, тәбеттің болмауы, қауіпті тәбет кезінде дене салмағының төмендеуі, өз-өзіне қол жұмсау немесе өзіне зақым келтіру әрекеті. Алғашқы көмек. Көп жағдайда депрессия мен сырқат адамдардың туысқандары оларды өз жағдайын жақсартуға тырыспайтын, көңілсіз, өзімшіл деп қабылдайды. Бірақ депрессиясы бар адамға қайғыра берме деп айту аллергиясы бар адамнан түшкірмеуді талап етумен тең. Мұның орнына түсіністік, аяушылық танытып, психотерапевт немесе психиатрдың кәсіби көмегін ұсынған жөн. Емі. Депрессивті жағдай дәрілік және психотерапевтік әдістерді үйлестіруді талап етеді. Медикаментозды заттардың қажет мөлшерін және қабылдау ұзақтығын тек дәрігер-психиатр тағайындайды. Бұл ретте дәрігер науқастың диагнозы туралы, оның жұмыс орнына немесе тұрғылықты мекен жайына ақпарат бермейді, медициналық есепке алмайды. Осылайша психиатр қабылдауында болу өмірді бұзады деген қауіп еш негізсіз болып табылады. Керісінше, кәсіби көмектен бас тарту өмірді адам төзгісіз етеді. Асқынулары. Ем жүргізілмеген жағдайда депрессия қайталануы және уақыт өте келе созылмалы болуы мүмкін. Науқас ең алдымен өзі үшін қауіпті болады. Депрессияға шалдыққан 10 адамның біреуі ерте ме кеш пе ақыры өз-өзіне қол жұмсау әрекетіне жүзеге асырады.
науқаста әлеуметтік дезадаптация дамиды. Ол жұмысынан, достарынан, отбасынан айырылады, өзінің жанындағы адамдармен ара қатынасын үзеді. Депрессия ішкі ағза жұмысына әсер етеді. Атап айтсақ, демікпенің, жүректің, ишемиялық ауруының даму қабын жоғарылатады. Ағзада бар созылмалы ауруларды өршітеді. Нәтижесінде ауыр науқастардан науқастың өлім жағдайлары сирек емес. Төсекке таңылған науқастарда өлім себебіне негізгі ауруына қарағанда жиі депрессия жатады. Алдын алуы. Клиникалық анықталған депрессия жағдайында дәрігер-психиатр немесе психотерапевт ұсынған алдын алу шараларын ұстанған жөн. Пессимизмге, жабырқаңқы көңіл күйге бейім келетін адамдарға жалпы ұсыныстар: дұрыс ұйқы, тәулігіне кем дегенде 8 сағат, күн тәртібін сақтау және тыныштандыратын дәрілер, шөптік жинақ, дұрыс тамақтану, күн тәртібін, салауатты өмір салтын, қозғалыс белсенділігін сақтау, отбасында жақын сенімді ара қатынасты